Бүгін Өскемен қаласында Аманжолов университетінің ұйымдастыруымен менің таңдауым атты профориентациялық, яғни кәсіби бағдарлау шарасы өтіп жатыр. Бұл дәстүрлі деп атап өтсе де болады, себебі өткен жылда осындай шара өткен болатын. Бұның маңыздылығы неде? Себебі өкінішке қарай біздің 11 сынып оқушылары, жоғары сынып оқушыларының алдарында тұрған мамандық таңдауда өте көптеген қиындықтар бар. Осындай шаралар олардың өздерінің мамандықтарын саналы түрде таңдауларына өте үлкен септігін тигізеді. Бұл ел президенті өзінің халыққа жолдауында да атап өткен болатын, талапкерлердің саналы түрде болашақ мамандықтан таңдауына жағдай жасау. Осыны енді ғылым және жоғары білім министрлігі де осы шараға қолдау көрсетіп отыр. Осы сонымен қатар іс-шараның аясында Аманжолов университетінің базасында түстен кейін орта білім беру мектептерінде қызмет атқаратын кәсіби бағдар беру мамандарымен де семинар өткізіледі, әртүрлі кейстер талқыланады. Бұл жердегі де ерекше айтып өту керек, Өскемен қаласы да жалпы өнеркәсіптік бір қала болғаннан кейін, әрине бұл жерде инженерлік мамандықтарды өте ерекше атап өтуге болады. Биылғы жылы жалпы 78 мың грант республикалық бюджеттен бөлініп отыр. Оның әрине басым бөлігі бұл президенттің тапсырмасының аясында техникалық мамандықтарға, яғни инженерлік, техникалық, содан IT саласына бөлініп жатыр. Бүгін ертіс концертте үлкен іс-шара, өйткені мектеп бітірушілерін білесіздер, Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев кәсіби бағдар жұмысын жолға қойды ұсынды. Соның ішінде мектептерде қазір кәсіби бағдар беруші мұғалім деген арнайы штаттық кестеге сәйкес бірлік бар. Енді осы мақсатта біз Қазақстан Республикасының ғылым және жоғарғы білім министрі және кәсіби бағдар жөніндегі кеңесшісі Емелбаев Руслан Тоқтарбекұлын және осы жастардың жақсы көретін Айдос Әділбекұлын арнайы шақырдық бүгін. Өйткені біздің 11 сынып оқушыларына таңдайтын пәндері бойынша, болашақ мамандықтары бойынша, ұбт-ның форматы бойынша құнды ақпараттар алатын болады. Мен грант ұтып алғаныма шексіз қуаныштымын. Өйткені бұл қол жетпес бағалы деп айта аламын. Өйткені туризм саласына барғалы тұрмын. Туризм ол Қазақстан әрбір жерін зерттегенге де ыңғайлы. Және өзіміздің Қазақстанды білген ол өте өзімізге дұрыс деп ойлаймын.